Баршаңызға сәлем. 25 жылы Instagram парақшаны қалайша дұрыс ашамыз және жаңадан алған номерімізді қалайша тіркеуге болатындығы туралы видеоны мен сіздерге дәл қазір Android телефонымен көрсететін боламын. Парақшаға тіркеліп, лайк басып, сақтап қоюды ұмытпаңыз. Instagram парақшаны жаңадан ашқан кезде сізге осындай шығатын болады. Бұл жақта бізге қажет емес, бізге керегі создать новый аккаунт дегенді басамыз. Номер телефона дегенге номер жазайық. Далее басамыз. Және код келу керек. Кодты жазайық. Далее батырмасын басыңыз. Создайте пароль деген жерге өзіңіз ұмытып қалмайтындай парольді жазыңыз және жазып біткеннен кейін көзді басып, скриншот болмаса бір дәптерге түртіп алуды ұмытпаңыз. Кейін жаңа аккаунт создавать еткеннен кейін кірген кезде ұмытып қалмас үшін. Керекті паролімізді жазып аламыз. Кейіннен далее батырмасын басыңыз. Сохранить данные для входа. Не сейчас басыңыз. Және туған жыл айымызды толтырып алайық. Егер де шынайы түрде өзіңізге монетизация арқылы ақша тауып, осы канал арқылы жұмыс істегіңіз келетін болса, шынайы туған күніңізді, жылыңызды толтырыңыз, себебі кейін монетизация кезінде төлқұжатыңызды сұратуы әбден мүмкін. Далее батырмасын басамыз. Полное имя дейді. Қазір атымыз жазайық. Далее батырмасын басамыз. Осы жерге имя пользователя ойлап табамыз. Кейбір атаулар занят болуы мүмкін, сондықтан да басқа атауын ойлап табыңыз. Егер де ол занят болса, осы жерде бірден көрсетеді. Мысалға, міне имя пользователя уже занято деп. Имя пользователя жазып біткеннен кейін далее батырмасын басамыз. Принимаю. Добавьте фото профиля дегенге егер де дайын тұрған фотоңыз болса, добавить фото деп галереяда фотоңызды қойсаңыз болады. Мен пропустить батырмасын басам. Бұның барлығын кейін настраивать етіп алсаңыз болады. Болды, парақшаңыз дайын. Добро пожаловать дейді. Facebook'тан тоже пропустить басамыз. Пропустить басамыз. Мына жерде достарыңызды табу үшін контактыңызды көрсет дейді. Бұлардың барлығы қажет емес. Пропустить басамыз. Пропустить. Интересные люди. Барлығы қызық емес. Болды, парақшаңыз дайын. Енді осы жерге кіріп, настройкасын, фото профиль барлығын өзгерте бересіз. Ол туралы келесі видеода шығарамын. Егер де пайдалы болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.